Батыс киношылары насихаттаған озбырлық әлі оң солын танып үлгермеген жастар тәрбиесіне кері ықпал етуде. Тағы бір үміткер Тұрғын Сыздықовтың осы мәселе қамтылған тұғырнамасы қазір Шығыс Қазақстан және Қарағанды облыстарында түсіндіріліп жатыр. Келесі сюжетті көре аласыздар. Коммунистің Өскемендегі сайлауалды штабының бөлімшелері 13 ауданда орналасқан. Оның сыртында бірнеше сенімді өкілдері де жұмыс жасап келеді. Олар өңір халқы мен батыс мәдениетінің теріс ықпалы салдарынан біздің рухани байлық құнсызданып барады деген Тұрғын Сыздықовтың ойын бөлісуде. Штабтың ең басты мәселесі осы кандидаттың өзі сайлау алдындағы ойын халыққа жеткізу. Қазіргі жағдайда біз мына Семей қаласында, Өскемен қаласында, Зырян қаласында кандидаттың баннерларын іліп қойдық. Ал мұндай үгіт насихат жұмыстарын Сыздықовтың Қарағанды облысындағы штабында 15 адам жүргізіп жатыр. Сондай-ақ Балқаш, Жезқазған, Теміртау, Абай және Шахтинск қалаларындағы сенімді өкілдері де белсенділік танытты. Мы стараемся донести содержание предвыборной платформы. Біз үміткер Тұрғын Сыздықовтың сайлауалды тұғырнамасын халыққа жеткізу жолында белсенді жұмыс істеп жатырмыз. Оның тұғырнамасы марксизм, ленинизм идеяларына құрылған және батысты сын тезіне алып, олардың фильмдер мен компьютерлік ойындары зорлық-зомбылықты насихаттайтындығы айтылады. Осылайша жастарды отанды сүйіп, отбасылық құндылықтарды бағалауға үндеген Тұрғын Сыздықов бүгінде батыс халқының адамгершілікті жоғалтып жатқанын айтады. Сол себепті біз үшін оларға еліктеудің еш пайдасы жоқ дейді үміткердің сенімді өкілдері. Еркеғали Болатұлы, Виктор Гудз, Қазақ Ньюс, Өскемен, Қарағанды.